Сәлем достар, Ойлантап көз каналына қош келдіңіздер. Сіздермен біз кезекті ойындарымыздың легін жалғастырамыз. Бұл жолы біз суретте кім бейнеленген деген ойынды ойнайтын боламыз. Ойында қазақтың ақын жазушылары берілетін болады және олардың есімдерінің кім екенін табуларыңыз керек. Ойын жалпы 20 сұрақтан тұрады, ал ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Бұл ойын арқылы сіздердің ақын жазушыларды қаншалықты жақсы білетіндеріңізді білетін боласыздар. Ойынымызды бастамас бұрын каналға жазылып, колокольчикті баса кетіңіздер, себебі келесі жолы бұдан да қызықты видеолар шығатын болады. Сонымен қатар описание бөлімін міндетті түрде оқып кетіңіздер, себебі ол жерде менен сіздерге сыйлықтар бар. Ал ендеше ойынымызды осымен бастайық. Бірінші сұрағымыз: суретте кім бейнеленген? Жамбыл Жабаев атамыз. Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынов. Сәкен Сейфуллин. Мен жастарға сенемін деген өлеңнің авторы Мағжан Жұмабаев. Барлықтарыңыз дұрыс тапты деген ойдамын, Абай Құнанбаев. Ілияс Жансүгіров. Оян қазақ шығармасының авторы Міржақып Дулатов. Сегізінші сұрағымыздың жауабы, яғни Жүсіпбек Аймауытов бейнеленген екен суретте. Қазақ халқының батыры Бауыржан Момышұлы атамыз. Мұқағали Мақатаев. Абай жолының авторы Мұхтар Әуезов. Мұхтар Мағауин. Адамға табын жер енді деген шығарманың авторы Олжас Сүлейменов. Фариза Оңғарсынова апамыз. Шәкәрім Құдайбердіұлы, Абай Құнанбаевтың немере інісі. Сәбит Мұханов. Сіздер Сәбит Мұхановтың қандай шығармасын білесіздер? Он жетінші сұрағымыздың жауабы Ілияс Есенберлин екен. Ғабиден Мұстафин. Ғабит Мүсірепов. Дұрыс таптыңыздар деген ойдамын. Енді соңғы сұрағымыз. Қазақ қыздарының оқуға баруына, мектепке баруына ықпал еткен Ыбырай Алтынсарин атамыз болатын. Осымен достар, ойынымыз аяқталды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Халқына ерен еңбек сіңірген осындай ақын жазушылардың аттарын біз мәңгілік есімізде сақтауымыз керек және болашақ ұрпаққа да жаттатқызуымыз керек. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар достар.
Ал ендеше келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.